Қызға байланысты тиімді сөздерді ата дейді. Сізге қатысты болды. Қыз құр үйдің тиімді. Мысал. Қандай тиімді қыздарға? Қыздарға тек қана қыздарға емес, ұлдарға да тиімді бірдегі. Хорошо. Рахмет. Көрімдік дегеніміз не дейді? Көрімдік дегеніміз бұл енді жақсы нәрсе. Қуанышына бір нәрсе алса, соған қызығып, мақтанып көрсетеді. Соған мысалға балалар, әсіресе кішкентай балалар мысалға алғыс хаттар алса, бір жоғары дәрежеге жетістікке жетсе, соның қуанышын көрсетіп, үлкен кісілер бұл көрімдік ақшалай да болуы мүмкін, сыйлықтай да болуы мүмкін. Малдарға да береді. Рахмет. Рахмет. Рахмет, сау болыңыздар. Білмейді, не тәтті. Бала тәтті ше? Өзің ойыңды айтайын. Неде бала тәтті, ананың сүті тәтті. Өмірдің өзі тәтті дүниеде. Рахмет. Жеті қазынаны ата. Жеті қазына тазы. Қыранбақ, иә. Жылқы. Так. Алты.